Бүгінгі қазақ елі отарлық ел болып кетті. Яғни Қазақстан колония десек те болады. Қазақ елі өз жерінде құл болып секілді болып қалды. Біздің балаларымыз, немерелеріміз және тағы бірнеше ұрпақ құл болып қалу қаупінде. Қалай соған жеттік? Мұны мен емес, қазіргі қолданыстағы Конституция айтып отыр. Әңгіме Конституцияның 4 бабының 3 тармағы туралы. Онда былай делінген: республика ратификацияланған халықаралық шарттар оның заңдарынан басым болады деп отыр. Бұл нені білдіреді бізге? Бұл дегеніміз қазіргі қолданыстағы Конституция бойынша Қазақстан сыртқы басқаруда. Сыртқы басқару дегеніміз нақты егемендіктен айырылып тек формалды тәуелсіздікті сақтау. Формалды, яғни ту елтаңба әнұран бар, бірақ шешім қабылдау құқығы шектеулі. Демек, Қазақстан шынайы тәуелсіз мемлекет емес. Қандай ішкі заң қабылдасақ та, не айтсақ та, не істесек те, халықаралық шарттың кез келген тарапы Қазақстанға өз шарттардан танып, қалай өмір сүру керектігін және қандай заң қабылдау керектігін талап ете алады. Тағы бір маңызды мәселе: жаңа Конституция теңге ұлттық валюта ретінде ерекше атап көрсетілген. Неге дейсіз ғой? Қолданыстағы Конституцияда теңге деген ұғым нақты жазылмаған. Қазіргі күнде ұлттық валюта мәселесі тек ұлттық банк туралы конституциялық заңмен реттеледі. Бұл бізге бірыңғай валютаны немесе басқа қаржылық шарттар күштеп енгізбеу үшін жасалып отыр. Яғни бұл қаржылық тәуелсіздік қазақ еліне береді. Ал Қазақстанға бірыңғай валюта немесе өзге қаржылық талаптарды енгізу үшін референдум өткізу керек болады. Конституцияны өзгерту қажет болады. Бұл қысым жасау процесі қиындалады. Бұл норма негізі Назарбаев президенттігі кезіндегі қабылданған. Мысалы, Қазақ гейт ісін және ЦРУ агент Гифин еске салайық. Сондықтан Қазақстанды жылдар бойы халықаралық соттарға сүйреп, мемлекеттен жүздеген миллион доллар өндіруге тырысты. Мысалы, статьясында Қазақстаннан 500 миллион доллар талап етілді. Ұлттық қор активтеріне халықаралық соттар арқылы шектеу қою әрекеттер болды. Сондықтан Қазақмыс, ERG, ArcelorMittal, Казцинк активтер, осындай компаниялар шетел юрисдикциясында болды. Кейін олардың бір бөлігі Қазақстан юрисдикциясына өтті. Бұл активтердің ұлттық экономикаға қайтуы және салықтың ел ішінде төлену деген сөз. Қазақстан энергетикалық хартияны ратификациялады. Дәл осының салдарынан өнімді бөлу келісімдері, СРП дейміз ғой, бойынша өндірілген мұнайдың шамамен 2% ғана Қазақстанға тиесілі деген пікір бар. Қолданыстағы Конституцияға сәйкес біз мұны өзгерте алмаймыз. Дәл 4 баптың 3 тармағы сәйкес біз шикізаттық колония болып отырмыз. Және жаңа Конституция қабылдамасақ, солай болып қаламыз. Яғни біз қалай өмір сүретінімізді өзіміз шешпейміз. Біз үшін басқалар шетелде отырғандар шешеді. Бұл құлдық емес пе? Отарлық мемлекет дегеніміз экономикалық дербестігі жоқ. Сыртқы бақылауда болып отырмыз. Ресурстарды сыртқа пайдаланатын аумақ. Мұндай мемлекеттің экономикасы бір модельмен жұмыс істейді. Тек шикізат экспорттау. Бүгінгі Қазақстанда біз осыны көріп отырмыз, бәріміз. Әлде мен өтірік айтып отырмын ба? Бізге жеуі жоғарғы экономика өсіп жатыр дейді. Ал шындығы қандай болып тұр? Тұтыну себебетін индексі Африка елдерінің деңгейінде болып тұр. Халық кедей болып отыр. Адамдар әрең өмір сүреді. Халықтың басым бөлігі қарызда. Азық-түлік несиеге бөліп төлеуге алып жатыр. Сұмдық. Қазақстанда Big Farm деген лоббизм бар. Ол шетелдік халықаралық фармацевтика мекемелер кімді қалай емдеу бізге айтады. Біз өзіміз шешпейміз оны. Сіз балаларыңыз бен немерелеріңіздің колонияда құлдық жағдай өмір сүрген қалайсыз ба? Қаламайсыз ба? Бүгінгі Қазақстан Еуразияның ортасында болып,
негізі африкалық колония емес пе? Бұл шикізат моделімен сыртқы басқарудың тікелей салдары емес пе? Біздің байлығымыз өз халқымызға емес, өз мемлекетімізге емес, бүтін мүдделерге жұмыс істеп жатқан жоқ па? Сондықтан бізге өтірік демократияны өздері қалай түсінсе, солай таңды. Ал ұлы дала демократиясы бізде батыс елдері орманда жүрген кезде ақ болған. Қазақ хандары мұрагерлікпен емес, сайлау арқылы ақ киізге отырғызып көтерілген. Тарихты бәріміз білеміз, қазақтың тарихын. Халықта, билікте бұған қарсы тұра алмайды. Өйткені қазіргі қолданыстағы конституция мемлекет пен халықты мұндай құқықтан айырады. Бұл факт емес пе? Мен айтып отқаным. Қазір кейбір шетелдік ұйымдарға басқа мәселелер біздің назарымызға аударады. Бірақ егемендік мәселені тоқталмайды. Міне дәлелдер, өзіңіз көріңіз. Неге осы болып жатқанын ойлайсыз? Себебі оларға қазақ елінің тәуелсіздігі керек емес, еркіндігі керек емес. Біз және біздің балаларымыз өз елімізге шешім қабылдай алмаймыз бүгінгі күнде. Не болып кеттіміз? Жаңа конституция мінсіз емес. Маған да ұнамайды тұстары бар, көп. Мысалы, мажоритарлық сайлау жүйесіне қатысты сұрақтар бар. Тіл мәселесі бар. Егер партиялық тізіммен сайлау болса, жаңа партияларды тіркеуге мүмкіндік беру керек. Осындай мәселе негізі көп жаңа конституция. Бірақ бұл екінші мәселе. Ең басты қазақ елінің тәуелсіздігі, еркіндігі. Егер біз жаңа конституция қабылдамасақ, балаларымыз құлдыққа қалдырамыз деген пікір бар. Ол қазақ елі мәңгілікте қалмайды. Естіп жүрсек. Өзімізден бәріміз сұрайықшы. Балаларымыз құл еткімізге келе ме? Елімізді колония ретінде қалдырғымыз келе ме ұрпақтарымызға? Қазір қоғамды әдейі бөліп жатыр. Ұлтқа ұлт, халыққа билікке қарсы қойып жатыр. Бұнда әрекетте көп, бәріміз оны көріп отырмыз. Дәл қазір қазақ елі жұдырықтай бірігу керек. Бір қолдың саусақтары бөлек болса да, осында кезде қазақ елі жұдырықтай болмаса, ертең мәңгілікте қалмаймыз. Міне Иранға қарыңыз. Иран төңірегі шиеленіс, Украинада соғыс, бүкіл аймақ тұрақсыз болып қалды. Бізге қазақ елімізді бөлмей, соғыссыз жеңу керекпіз. Бүгінгі күні ең маңыздысы ол тәуелсіздігі, еркіндігі сақтау және өз тағдырымызды шешу. Әркім өзі шешсін. 4-ші баптың 3-ші тармағын жоюға қарсы шығу шынайы қазақ елінің тәуелсіздігіне, еркіндігіне қарсы шығу емес пе? Егер біз шынайы тәуелсіздікке, еркіндікке қол жеткізбесек, ертең тілімізден, мәдениетімізден, тарихымыздан айырып қаламыз. Қазақ айтады, еліңді түзейім десең, бесігіңді түзе. Елді құртам десең, бесігінен баста. Ол бекер сөз емес қой. Егемендік пен тәуелсіздік, еркіндігіміз қазақ елінің бесігі ғой. Осыны ойлайық. Ал Конституцияның 4-ші бабының 3-ші тармағы қазақ елінің бесігін бұзып отыр. Егер мен қателесем, неге бізде Қазақстанда өндіріс аз? Неге шикізат азан шетелге сатамыз? Неге ірі экономикалық ойыншылар шетел юрисдикциясында тіркеп отыр? Неге бай ел болып тұра кедейлік бар? Неге банктер байып, халық қарызға батып отыр? Неге? Қысқасы, мемлекеттің негізі тәуелсіздік екенін түсінбейтіндер немесе түсінгісі келмейтіндер саналы түрде, не санасыз түрде Қазақстанның шынайы егемендігіне қарсы шығып отыр деп ойлаймын.